Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Super ауыр салмақта абсолют чемпион атағы үшін жекпе-жек белгіленді. Украиналық Александр Усик пен британиялық Тайсон Фьюри арасындағы супер ауыр салмақта әлемнің абсолют чемпионы атағы үшін жекпе-жектің қашан өтетіні айтылды деп хабарлайды. Есепі News мәліметінше, бұл жекпе-жек 2024 жылдың 17 ақпанында Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласында өтеді. О басты бұл айқас 2023 жылдың желтоқсанында жоспарланған болатын. Бірақ британиялық боксшы 28 қазанда UFC-дің бұрынғы чемпионы Фрэнсис Нгганумен жекпе-жек өткізгендіктен Усикпен кездесуге кейінге шегерілді. Промоутер Головкиннің оралуына қатысты пікір білдірді. Промоутер Том Лефлер орта салмақта жұдырықтасатын қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкиннің қашан шаршы алаңға оралатыны жайлы сұраққа жауап берді деп хабарлайды. Бокс маманының айтуынша, Гене отбасымен көбірек уақыт өткізу үшін демалыс алған. JJJ бокста үлкен жетістік биген бағындырылды. Оның мансабына көз салатын болсақ, 23 рет қатарына қарсыласын нокаутпен жеңгені бар. Чемпиондық атағы 20 рет қорғап, әйгілі Брендер Хопкинстің рекордын жаңартты. Қазір мансабында үзіліс шығатындай дәрежеге де жетті. Ары қарай не шешім қабылдайтынын көреміз. Көп жанкүйерлер менен оның қашан шаршы алаңға шығатынын сұрайды. JJJ өзінің әлемге ең мықты боксшы екенін дәлелдей білді. Сондықтан да боксшының шешімін көреміз. Ол ойлануда, дейді Лефлер. 41 жастағы қазақстандық боксшы соңғы рет 2022 жылы Лас-Вегаста Саул Канело Альвареспен жұдырықтасып, қарсыласын төршілерінің шешімімен жол берген еді. Кейіннен WBI, IBO чемпиондығын атқарғанын бас тартты. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Осы Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін.